достар, сіздің телефондарыңызда дәл осындай болып шығып тұр ма, оны өшірудің жолы бар. Бұл не үшін шығады айтып өтейін. Сіздердің екі телефонның мына бетінде, мына шетінде кішігірім біздің тесігіміз бар. Яғни телефонмен сөйлесіп жатқан кезде телефонды құлақтарыңызға қоясыздар. Сол құлаққа қойған кезде осы жеріндегі тесік жабылады және телефонның экраны өшетін болады. Яғни сіз біреумен сөйлесіп жатыр деп экранды өшіретін болады достар. Ал сіздерде бұл барлық уақытта өшіп қалып жатқан болса, телефонды қосып жатқан кезде дәл болып шығып тұрған болса, оны настройкаға кіресіздер. Настройкадан экран белокровка деген жерге кіреміз және мына жерде режим в кармане деп. Осыны өшіріп қойсаңыздар, сіздерде ондай нәрсе екінші шықпайтын болады. Яғни телефонды енді қосып жатқан кезіңізде де ондай нәрсе шықпайтын болады. Бұның бір минус жағы, сіздер біреумен сөйлесіп жатқан кезде телефонның экраны өшпейтін болады достар. Яғни автоматты түрде телефонды құлақтарыңызға қойсаңыздар, біреумен сөйлесіп жатқан болсаңыз экран өшеді, иә? Ал бұны сөйлесіп болсаңыздар, экраныңыз өшпейтін болады достар. Сіздерге видео пайдасын тигізген болса, каналға лайк, видеоға каналға подписка басып қойыңыздар достар. Егер видео сіздерге ұнаған болса, каналға подписка, видеоға лайк қойып басып қойыңыздар достар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар, мен сіздерге жауап беремін достар.